Құдайға әрі ол тағайындаған патшаға мойынсыну. Неге халықтар жатыр бас көтеріп, ұлттар іске аспайтын жоспарлар құрып, жаратқан мен оның қойған патшасына әлемнің патшалары қарсы тұрып, әкімдер кеңесіп жатыр бірігіп, бізге салған шынжырларын сындырып, бұғауларынан құтылайық лақтырып. Көктегі тағында отырған Құдай күледі, солардың ойларын жаратқан келейді. Содан ашулана зекіп тіл қатады, қаһарын шашып зәрелерін ұшырады. Келі тауым, Сионда мен өзім, осы патшамды тағайындаған едім. Паш етейін жаратқанның жарлығын, рухани ұлымсың, деді ол маған. Өзіңді патшалыққа тағайындап, мен бүгінгі күні әке болдым саған. Менен сұра, сонда игілігіңе сенің, халықтарды мәңгілікке беремін, шар тарапты қол астына өткіземін. Сен жауларды темір таяқпен ұрасың, лақтырып сындырғандай қыш ыдыстарын, талқандап құртасың өз қиқырлықтарын. Енді патшалар, ақылға келіңдер, әлемнің билері, шындықты түсініңдер, жаратқан ені терең қастерлеңдер, қуана бой ұрып қызмет етіңдер. Һәм дірілдеп күнәдан шошыныңдар, ұлының аяғын сүйіп бағыныңдар. Әйтпесе ол кәрленіп, көздеріңді құртпақ, ашуы лезде жалындай лауламақ, ал оған сенгендер бақытты болмақ. Забор жырлары 2 тарау.